Үйден қуылған Диана жанайқайын жеткізді. Күтпеген оқиға орын алды. Хамо тастап кеткен. Үйінен қуылған Диана көзіне жас алып, ащы шындықты жайып салды. Желтоқсанның 31-сіне қараған түні Диана ешкімге айтпаған шындықты ашты. Диана қызымыз көзіне жас алып тікелей эфирде оқырмандардың бүкіл сұрақтарына жауап берді. Диана, өмірдегі ең үлкен қателігім Хамоны таңдап үйден кетіп қалғамын. Өзімнің батылым жетпей жатыр, қалай барам үйге, өзімді жеп-жептім қалмады. Тікелей эфир барысында қызымыз Диана көгерген иығын көрсетті. Көрермендер Дианаға иығыңа не болған деп жарыса жазды. Диана көгерген иығы жайлы ештеңе айтпады. Желі қолданушылары оның иығын сұрап тоқтаусыз жазды. Кейін иығын есікке соққанын айтты. Және ешкім күтпеген мәлімдеме жасады. Диана, қазір менде қандай жағдай болып жатқанын білетін жалғыз адам Хама болғандықтан қиын. Достар, мен ұмытам десем, то мен ұмытып кетем. Просто мына жерден алып тастау керек ол кісіні. Ол мына жерде, жүрегімде. Жоқ, мен енді кешіре алам деп ойламаймын. Иә, дұрыс айтасыңдар, мүмкіндік бар кезде. Ашылып сөйлескім келеді барлығыңызбен. Тек негативті көтергім келмейді. Кейде ойланамын, ойым екі жаққа кетіп қалады. Кейде Диана, жақсы көресің ғой, болды да канса көн, шыда, сабырлы болсаң бәрі жақсы болып кетеді. Өзімді көндіремін. Көрмегендей болуға тырысқан сайын никакта. Кейде қойш жазсың ғой, көресің ғой дейін да. Кейде әйел адамның бәрі бақытты жақсы ана болу емес па. Сондай нәрсені ойланып кетем. Кейде іштей жеп қоямын өзімді. Қазір прям ойдан шығам, күшті боп күліп жүреді деп ойлайсыздар ма? Жоқ, жатам ойлап. Не істеп қойдым мен депші. Бар қатені өзімнен іздеймін. Өзімді қанша түзеуге де тырыстым. Жақсы болайын деп. Иә, мүмкін өзімді сыйламайтын шығармын. Бірақ махаббатыма келгенде всегда мен слабыймын. Ол менің ең слабый жерім. Я очень устал. Адам шаршағанда барлығы қызықсыз болып көрінеді екен. Деп Диана қызымыз тікелей эфирде жанайқайын жеткізді. Естеріңізге сала кетейік, Диана үйінен Хамо үшін кеткен болатын. Бірақ Хамрақұл Диананы тастап кетті. Араларында тойға дейін қадам болды. Сондай ата-аналармен таныстырып, тәтті шай берілді. Бірақ үйлену тойы жақындаған кезде Хама әлеуметтік желіге жазба жазып, қарым қатынасын тоқтатқан болатын.